Дүкендерде берілетін чектерді қолмен ұстауға болмайды, қыздар. Мәселенің барлығы да чектердің материалында. Біле білсеңіздер, чектер эндокринді дизрапторлардың нағыз көзі. Эндокринді дизрапторлар дегеніміз біздің денемізге бөтен токсин секілді кіреді де, біздегі гормондардың реттілігін, гормондарымыздың балансын бұзатын токсинді заттар. Эндокринді дизрапторларға не кіреді? Ең бірінші, әртүрлі көкөністер мен жемістерімізге құрт түспес үшін шашылатын неше түрлі пестицидтер, пластиктің құрамында болатын, немесе әлгі чектеріміздің материалында болатын бисфенол А, әртүрлі фталаттар, бұлардың барлығы біздің денеміз үшін өте қауіпті токсин есебінде. Ең қызығы, чектердің материалындағы бисфенол А біздің мына құрғақ терімізден ішке оп-оңай кіреді, бірнеше секундта қан айналым жүйесіне түседі. Ал егер сіздің қолыңыз чекті ұстаған кезде дымқыл болатын болса, онда материалдағы токсиндердің ішке ену жылдамдығы 2 есе жоғарылайды. Сол үшін, егер чектер сіз үшін маңызды болатын болса, оны тырнағы бар қыздар тырнақтың ұшымен ұстаймыз, тырнағы жоқ қыздар киімнің сыртымен ұстаймыз, немесе чекті мүлде ұстамастан тек суретке түсіріп алсаңыздар болады. Ал кассада жұмыс істейтін қыздар жұмыс уақыты басталатын кезде міндетті түрде қолымызға медициналық қолғап киеміз. Әсіресе ата-аналар кішкентай балаларымызға дүкенде жүрген кезде чектерді ойнау үшін қолына ұстатпаймыз. Бұл өте маңызды.